Қалалық денсаулық апталығы аясында Снежинка бөбекжай бақшасы салауатты өмір салтын ұстан деген тақырыпта спорттық іс-шара өткізді. Таңертең балалар мен ата-аналарды дәрігер қарсы алып арнайы парақшалар таратты. Бүлдіршіндер көңілді старт ойындарына қатысып флешмоб биледі. Длинный хвост, дядя Степа выше крыши. Меня в детский сад Снежинка ходит внук. Мен бақшаға немеремді алып келемін. Үнемі түрлі іс-шаралар өткізіп тұрады. Денсаулық апталығы аясында өткізілген сурет байқауына да қатыстық. Немерем футбол ойнауды жақсы көреді. Мәрей сызығына бірінші болып жеткендерге арнайы медаль мен жеміс-жидектер таратылды. Даладағы ойындар аяқталысымен сауықтыру іс-шаралары өткізілді. Бегал, бросал мешочек и медаль получил. Бегали, прыгали, кидали мешочки с песком. Кидали мешочки, прыгали, догонялки. Мне понравилось. Снежинка бөбекжай бақшасында денсаулық апталығы аясында көңілді старт ойындары, таңғы жаттығулар, ата-аналардың қатысуымен дөңгелек үстел, кездесулер өткізілді. Бақша басшылығы бала бойында салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңыздылығы зор екендігін атап өтті. Здоровье является укреплением. Аталмыш іс-шараның мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау, балаларды спортпен шұғылдануға үйрету. Сонымен қатар денсаулық апталығы аясында бақшада сурет байқауы да ұйымдастырылды. Ата-аналар мен балалардың бірлесіп салынған суреттері арнайы көрме ретінде орналастырылды. Қазіргі таңда Снежинка бөбекжай бақшасында 89 бала тәрбиеленуде. Денсаулық апталығы балалардың денсаулық ұранымен қорытындыланды.